Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге күйік кезіндегі көрсетілетін алғашқы көмек және күйік кезінде жасауға болмайтын жағдайлар туралы айтамын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Барлығы дерлік өмірінің белгілі бір кезеңінде, атап айтқанда термиялық, химиялық немесе күн күйіп қалуды бастан кешіреді. Көбінесе жеңіл күйіктерді үйдегі дәрі-дәрмектермен емдеуге болады. Басқа жағдайларда дереу медициналық көмек қажет. Күйіктің ауырлық дәрежесін сипаттау үшін 4 дәреже қолданылады. Бірінші, терінің тек сыртқы қабатын зақымдайтын ең жеңіл күйік. Екінші, сонымен қатар терінің терең қабаттарын зақымдайтын орташа жеңіл күйік. Үшінші, ауыр дәреже күйік. Терінің барлық қабаттарына әсер етеді. Төртінші, сүйектер мен буындарға зақым келтіретін ең ауыр күйік. Бірінші немесе екінші дәрежелі күйік әдетте үйде сәтті емделеді, ал үшінші және төртінші дәрежедегі күйік медициналық көмекті қажет етеді. Үйде күйіп қалуды емдеудің көптеген ықтимал әдістері бар. Олардың ең тиімдісі және қауіпсізі төмендегідей. Салқын су. Бірінші немесе екінші дәрежелі күйік кезінде зардап шеккен аймаққа салқын су жағу тітіркенген теріні тыныштандырады және күйіктің одан әрі зақымдалуын болдырмайды. Зақымдалған аймақты 20 минут бойы суық су астында ұстау керек. Ол сондай-ақ күйіктің ауырлығын азайтады немесе ауырсынуды жояды. Күйікті тазарту. Күйік орнына күрсабын жақсаңыз да ауырғанды басып ісіктің алдын алады. Инфекцияның алдын алуға көмектеседі. Кері әсері жоқ. Тек белгілі уақыттан соң жуып тастаңыз. Таңғыш. Бірінші дәрежелі кішігірім күйіктерге таңу қажет болуы екіталай. Алайда, егер күйік терінің әртүрлі беттерімен байланыста болған жерде локализацияланса, инфекцияның түсу ықтималдығы жоғары. Бұл жағдайда таңғыш қажет болуы мүмкін. Күйікке бос таңғышты салу қажет және жараға жабысқақ таңғыштарды қолданбаған жөн. Бал. Зерттеулер көрсеткендей, балдың құрамдас бөліктері қабынуға қарсы және бактерияға қарсы қасиеттерге ие. Бал таңғыштары күйікті зарарсыздандыруға және инфекцияның алдын алуға көмектеседі. Ол сондай-ақ тітіркенген теріні тыныштандырады, осылайша ауырсынудың ауырлығын азайтады. Картоппен компресс. Балғын картопты күштен өткізеді, шүберекке салып, күйген жерге таңады. Компрессті жылыған кезде алып тастайды. Сәбізбен де жасауға болады. Тұзды су. Аз мөлшердегі тұзды суды жара орнына тамызып қойсаңыз, қабынудың алдын алады. Күйікті емдеу үшін не қолдануға болмайды? Күйікті емдеудің кейбір халықтық құралдары зиянды болуы мүмкін. Сондықтан күйік шалғанда төмендегілерді қолданбаңыз. Майлар. Олар жылуды сақтайды, осылайша күйікті күшейтеді. Шикі жұмыртқалар. Шикі жұмыртқаның күйікке көмектесетіні туралы ешқандай дәлел жоқ. Керісінше, ол күйік бетінің инфекциясын тудыруы мүмкін. Мұз. Көптеген адамдар күйікке көмектесу үшін салқын судың орнына мұзды қолданғанды дұрыс деп санайды. Дегенмен, мұз пайдадан гөрі көп зиян келтіреді және күйген теріні одан да көп тітіркендіреді. Тіс пастасы. Кей адамдар күйік болған жерде тіс пастасын қолдану мәселені шешуге көмектесетінін біледі. Шын мәнінде, стерилді емес тіс пастасы зақымдану орнында бактериялардың таралуын тудыруы мүмкін. Достар, видео сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамын. Ондай болса каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.